Бүгінгі сабақта синус x үлкен А және синус x кіші А теңсіздіктерін шешуді үйренеміз. Бұл қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер. Синус x үлкен А теңсіздігін шешу үшін бірінші не істейміз? Ол үшін біз бірлік шеңбер салып алайық. Және синус x үшін OY осінің бойында, яғни А-ның мәндері OY осінің бойында жататынын білеміз. Яғни А Y-те жататындай X осіне параллель болатын түзуде жүргізіп аламыз. Енді синус x үлкен А теңсіздігінің шешімдері осы А түзуінің жаңағы шеңбердің өзі екі бөлікке бөлінді ғой. Сол А түзуінің жоғарғы жағында жатқан бөлігіндегі x айнымалының мәндері синус x үлкен А теңсіздігінің шешімдері болады. Егер бұл қатаң теңсіздік болса, екі шетіндегі нүктелер ашық дөңгелек түрінде болады, ал бізді қанағаттандыратын бөлігі мына жерде жатады дейміз. Ал x бірінші нүкте деп өзіне қатысты нүктені белгілеп аламыз, ал екінші нүкте деп екінші ұшын белгілейміз. Сонда енді теңсіздіктің шешімін жазған кезде сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жылжимыз. Яғни сағат тіліне қарсы жүру үшін біз x бірінші нүктеден бастап x екінші нүктеге қарай айналуымыз керек. Сонда біздің x айнымалымыз x бірінші мен x екінші нүктелердің арасында жатады деген сөз. Ал x бірінші нүктені табу үшін арк синус А. x1 тең болады арк синус А деп анықтаймыз. Ал x2-ні анықтау үшін ол пиге жетпей тұр. Яғни мына жерде арк синус А болса, мына жақтағы бөлікте соған тең болады. Яғни пиден арк синус Аны алып тастау арқылы табамыз. Пи азайтылған арк синус А. Бұл бір периодтың бір бөлігінде ғана. Ал енді синус x функциясы периодты функция болғандықтан, жалпы барлық түбірлерін жазу үшін осы x1 мен x2-нің табылған мәндерінің ар жағына периодын қосып жазсақ жеткілікті. Сонда x1-дің орнына арк синус А-ны жазамыз. Арк синус А плюс 2 пи n дейміз. X айнымалының өзі. x2-нің орнына пи минус арк синус А-ны жазамыз. Арк синус А плюс 2 пи n дейміз. Мұндағы n бүтін сандар жинан алынған. Яғни мұна жазылған қос теңсіздік арк синус x үлкен А теңсіздігінің шешімдер жиыны болады. Яғни қалай тапқанымызды түсінікті. Түзуді жүргізіп аламыз. Сол түзудің үстіндегі бөлінгенде жатқандар үлкен А-ны береді. Яғни оның бірінші нүктесін x1 деп белгілеймізді. Екінші нүктесі x2 деп белгіленеді. x1-ді табу үшін берілген синус x тең А теңдеуінен x1 тең арк синус А деп анықтап аламыз. Ал екінші нүктедегі мәнді табу үшін пиден алып тастау арқылы бағанағы синус x арк синус Аны алып тастаймыз. Сонда x-тің мәні сағат тіліне қарсы бағытта жылжитын болсақ, x1 мен x2-нің арасында жатыр деген қос теңсіздік жазамыз. x1-дің орнына арк синус А плюс 2 пи n жалпы жағдайда, ал x2-нің орнына пи минус арк синус А плюс 2 пи n деп көрсетеміз. Енді осы көрсетілгенді біз графиктен де көрсетіп көрейік. Есімізде қалу үшін синус x-тің графигі қалай сызылады? Еді еске түсіреміз. Пи, мына жерде 3 пи бөлінген 2 пи деп қойайық. Минус пи бөлінген 2. Минус пи, минус 3 пи бөлінген 2. Мына жерде 1 бар дейік. Минус 1 дейік. Синустың графигі, синус x-тің графигі міне шамамен былай қарай жүретін. Есімізде болса, е? Так. Былай қарай сыздық. Енді А түзуі минус 1 мен плюс 1-дің арасында жату керек. Егер бұл арада жатпаса, онда теңсіздіктің шешімі болмай қалуы мүмкін. Міне, бұл қиылу нүктелері мына екеуі. Мына бірінші нүкте біздің x бірінші нүктеміз жаңа анықтап алған. Мынау x екінші нүктеміз. Үлкен дегені осының үстіндегі жатқан бөлігі болады.
сонда x бірінші нүктені табу үшін арк синус а дедік, ал x2-ні табу үшін мына кішкентай бөлік пен мына кішкентай бөлік бірдей, ондай болса пиге жетпей тұр, пиден алып тастау арқылы x2-ні тауып аламыз. Синус x үлкен а теңсіздігін шешу үшін. Енді осыған бірнекі мысал келтіріп жіберейік. Синус x үлкен минус 2-ден 1 теңсіздігін шешіп жіберейік. Бірінші бұны шеңберден көрсетіп алайық. Шеңбер арқылы көрсететін болсақ, минус 2-ден 1, ол минус 1 мен 0-дің арасында жатады. Міне минус 2-ден 1-дің орнына. Енді үлкен болғандықтан және қатаң теңсіздік болғандықтан ашық болады. Осы біздің жаңағы түзуіміздің жоғарғы жақ бөлігінде жатады. x1 басталатын нүкте десем, x2 екінші нүкте болады. Ал біз x бірінші нүктені тауып алу үшін арк синус дейтінбіз. Арк синус минус 2-ден 1. Арк синус тақ функция болғандықтан минусын алдына шығарып жібереміз. Сонда синус 2-ден 1-дің мәні пи бөлінген 6 болады. Яғни x1-дің мәні пи бөлінген 6 екен. Ал x2-ні табу үшін, бағана біз өзіміз айтып кеткенбіз, пиден алып тастаймыз. Осы арк синус минус 2-ден 1-дің мәнін. Ол минус пи бөлінген 6-ны алып тастаймыз. Сонда 2 теріс сан қосылып кетеді, пи плюс пи бөлінген 6 болады. Бұл ортақ бөлімге келтірсек, 6 болады. 6-ға 1-ді қоссақ, 7 пи бөлінген 6 болады екен. Сонда x2-ның мәні бізде 7 пи бөлінген 6 болды. Сонда берілген x-іміз сағат тілінің қарсы бағытында жылжу үшін x1-ден бастап x2-ге қарай айналамыз. Сонда x-тің мәні x1 мен x2-ның аралығында жатыр десек, x1-дің орнына минус пи бөлінген 6-ны қоямыз. Минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи идет. x2-ның орнына 7 пи бөлінген 6-ны қоямыз. Плюс 2 пи n период n z-чиннен алынады. Яғни бұл синус x үлкен минус 2-ден 1 теңсіздігінің шешімдері. Дәл осыны біз графиктен қалай көрсетеміз? Минус 1 мен 0-дің арасында минус 2-ден 1 жатыр дедік. Міне, енді осыдан үлкен, осы түзудің үстіңгі бөлігінде жатады үлкендер. Міне. Бірінші нүкте бізде минус пи бөлінген 6-мыз осы болады. Ал келесісі мына нүкте. Пиден алып тастадық, сонда 7 пи бөлінген 6 деген нүкте шықты. Яғни график бойынша анық көрініп тұр. Минус пи бөлінген 6-дан 7 пи бөлінген 6-ға дейінгі аралықта синус x минус 2-ден 1-ден үлкен болады екен. Бұл енді қайталанатын болғандықтан осы аралықтар ары қарай 2 пи ен сайын қайталанып отырады. Сондықтан біз оған периодтар қосып жаздық. Берілген теңсіздіктің шешімі осы. Енді синус x кіші а теңсіздігін шешеміз. Ол үшін жаңағыдай бірлік шеңбер сызып алайық. Бірлік шеңберімізден а нүктесін белгілеп аламыз. А нүктесі айталық мына жерде болсын. А түзуі, y-тен а түзуі. Осы түзудің синус x кіші а болғандықтан, осы түзудің төменгі жағындағы бөлігін аламыз. Жаңа үлкен болған кезде біз осы түзудің үстінде жатқан бөлігін алғанбыз. Енді қазір астында жатқан бөлігін аламыз. Және қатаң теңсіздік болса ашық болады, ал тең таңбасы бар болса, онда оны біз бояп қоямыз. X бірінші нүкте деп бастапқы нүктенің өзін алайық та, X екінші нүкте деп екінші жағындағы нүктені алайық. X бірінші нүктені табу үшін арк синус а дейміз, ал X екінші нүктені табу үшін міне қараймыз. Біз сағат тіліне қарсы бағытта жүру үшін x2-ден x1-ге қарай жылжуымыз керек. Ал x2-ның қанша екенін тауып алу үшін біз координата жаңағы 0 нүктесіне қайтадан барамыз да, осы нүктеден сағат тілінің бағытыменен жылжимыз. Яғни сағат тілінің бағытымен жылжысақ, теріс бағыт дейміз. Сонда минус пи минус мына кішкентай бөлік. Ал бұл кішкентай бөлігіміз бағанағы x1-ге тең, яғни арк синус а-ға тең. Мына жер сонда минус арк синус а болғаны. Сонымен 0-ден бастап бірінші артқа жылжып аламыз. Минус пи минус арк синус а. Сонда минус пи минус арк синус а болады. Бұл x екінші нүкте. Бірақ шешімдерін жазған кезде біз айтқанбыз,
сағат тіліне қарсы бағытта жүруіміз керек. Яғни x2-ден бастап x1-ге қарай жүруіміз керек. Онда x1-ден x2-ге дейін аралық, x2-ден x1-ге қарай жүреміз. x2-ден x1-ге қарай. Олай болса x2-нің мәні өзіміз жаңа тауып алған минус пи минус арк синус а 2π-ен береді қосамыз. Ал x1-дің мәні арк синус а. Арк синус а плюс 2π-ен береді қосамыз. Мұндағы nz чиннан дейсініміз. Осы қос теңсіздік синус x кіші а теңсіздігінің шешімдерін береді. Яғни ең негізгісі бізде x2 нүктені тауып алу. Ол үшін біз жаңа айтып кеттік, координатадағы 0 нүктесіне барамыз да, содан бастап теріс айналамыз. Минус пи минус арк синус а. Сол нүкте бірінші жазылады, содан кейін барып x1-ді екінші жазамыз. Мысалы, мынандай мысал келтірейік. Графикпен де көрсетуге болады осыны. Енді мысал келтіріп жіберейік. Синус x кіші айталық 2-ден 1 болсын. X 2-ден 1-ден кіші жағдайды біз графикпен көрсетіп өтейік. Мына жерде минус 1 жатыр дейік. Пи бөлінген 2. Мына жерде пи бөлінген 2. Минус пи бөлінген 2. Минус пи деп қойып. Сонда синустың графигі сызатын болсақ, 2-ден 1 дегеніміз ол 0 мен 1-дің аралығында жатыр. Міне, енді кіші деп тұр. Кіші десе бізде мінекей. Осы түзудің төменгі жақтағы бөлігі. Мынау, яғни мына жерді бояп қоямыз. График бойынша. Мынау біздің x бірінші нүктеміз, ал мынау x екінші нүктеміз. X бірінші нүктені біз қалай тауып аламыз? X бірінші нүктені арк синус 2-ден 1 деп тауып аламыз. Арк синус 2-ден 1-дің мәні пи бөлінген 6. Ал x екінші нүктені табу үшін мінекей минус пи. Одан ары қарай тағы да төмен қарай жүрдік. Мына бір кішкентай бөлікке мына кішкентай бөлігіміз бірдей. Яғни минус пи бөлінген 6. Онда минус ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 2 теріс сан қосылады, 7π бөлінген 6. Онда мына жерде минус 7π бөлінген 6 жатады екен. Сонда берілген теңсіздіктің шешімі мынандай болады. Яғни x2-ден бастап x1-ге қарай жүреміз. Сонда x2-нің мәні минус 7π бөлінген 6 плюс 2π-ен. Ал екінші нүктеміз, біздің баратын нүктеміз π бөлінген 6 плюс 2π-ен болады. n бұндағы z чиннан алынған деп жазамыз. Сонда қарасақ, шеңбермен де көрсетуге болады, графикпен де көрсетуге болады. Егер сендер шеңбермен қалай орындалатындығын жақсы түсініп алсаңдар, графиктен қарағанда шеңбермен сызу өте оңай, уақытты үнемдейді. Графикті сызсақ, жаңағы қателеспей жауабын дәл беруге болады.